Smiles grade for Pupil's book for Kazakhstan Module 2, page 25, 26, 27. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін сабақ 25-ші беттен басталады. Study spot. I want to go to the market to buy some fresh fruit. Мен дүкенге жаңа піскен жемістерді сатып алу үшін барғым келеді. Екінші сөйлем. I like fruit. Мен жемісті ұнатамын. I enjoy eating fruit. Мен жемісті жегенді жақсы көремін. Деген мағынада. Exercise 17. 17-ші жаттығу. Read and choose. Оқыңыз және таңдаңыз. Бірінші сөйлем. I want to go to the theater tonight. Мен кешке театрға барғым келеді. Second. I enjoy listening to music. Мен музыка тыңдағанды ұнатамын. Үшінші сөйлем. We hope to visit Almaty next week. Біз келесі апта Алматыға барамыз деп үміттенеміз. 4. I'm starting to feel tired. 5. I hate juggling. 6. I would like to read this magazine. Мен осы журналды оқығым келіп тұр. Exercise 18. Complete the sentences in a way that is true about yourself. 18-ші жаттығуда сөйлемдерді толықтыру қажет. Өзіңіздің жауабыңызды бересіз. Бірінші сөйлемде I want to play tennis. Мен теннис ойнағым келеді. Немесе video games, видео ойындарын ойнағым келеді деп те жазсаңыз болады. Әркім өзі туралы жазады ғой. I'm starting to learn English. Немесе I'm starting to learn Russian. Third. I hope to go to the cinema tomorrow. Мен ертең кинотеатрға барамын деп үміттенемін. 4. I enjoy reading books. 5. I love playing video games. Мен видео ойындары ойнағанды жақсы көремін. 6. I hate doing housework. Мен үй жұмыстарын істегенді ұнатпаймын, немесе басқа да ұнатпайтын затыңызды жазсаңыздар болады. Exercise 19. Match to make grandma's questions. 19-ші жаттығуда суреттер мен сөздерді сәйкестендіріп, әжемізге сұрақтар құрастыруға көмектесеміз. Buy some fruit. Picture 1. Take back some books. Picture 3. Buy 3 tickets. 3 билет сатып алу. Picture 4. 4-ші суретте. 5. Post some letters. Хат жазу. 5-ші суретте. Get some milk. Ол 2-ші суретке тура келеді. Ал енді сұрақтар құрастырайық. Can you go to the supermarket to get some milk? Сүт алып келу үшін супермаркетке бара аласың ба? Can you go to the library to take back some books? Can you go to the theater to buy 3 tickets? Театрға барып, 3 билет сатып алып келе аласың ба? Can you go to the post office to post some letters? Келесі бет. When I was little. Мен кішкентай болған кезімде. Тақырып бойынша Exercise 20. Listen, read and choose. 20-ші жаттығуда тыңдайсыздар, оқисыздар және таңдайсыздар. Бірінші мәтін. When I was little, I was naughty, but I was cute. My favorite place was the fun fair. I went there with my mom and dad. My favorite toy was my drum and my favorite game was Oxo. My favorite animal was my pet dog. Puggy. By Tim. Бұл Тимнің жазған мәтіні. Мәтінді қазақ тіліне аударсақ, мен кішкентай болған кезімде тентек бұзық бала болғанмын, бірақ өте сүйкімді болғанмын. Менің сүйікті жерім ол ойын-сауық орталықтары. Мен ол жерге анамен және әкеммен барғанмын. Менің ең сүйікті ойыншықтарым, олар менің барабаным және де менің сүйікті ойыным X0 деген ойын ғой. Және де менің ең сүйікті жануарым ол итім болған. Паги деген иті болған.
Екінші мәтін. When I was little, I was funny. Мен кішкентай кезімде мен өте көңілді болғанмын дейді. My favorite place was the museum. Менің сүйікті баратын жерім музей болған. My hero was Einstein. Менің геройым Эйнштейн болған. My favorite food was ice cream and my favorite clothes were my blue shorts. Менің сүйікті тамағым балмұздақ болған және менің ең сүйікті киімдерім ол менің көк түсті шортиім. I wore them all the times. Мен барлық уақытта соны киіп жүретінем. By Rob. Бұл Робтың жазған мәтіні. Енді қайсын кім жазғандығы туралы табамыз. First, I was naughty. Мен тентек бұзық болғанмын. Ол Тим, Тимнің асын сызамыз. Second, I was funny. It is Rob. My favorite food was ice cream. Бұл да Роб жақсы көрген балмұздақты. Four, my favorite toy was my drum. Менің сүйікті ойыншығым ол барабан болған. Бұл Тим. Exercise 21. Over to you. Read and complete. 21-ші жаттығуда сіздің айналаңызда тақырып бойынша оқыңыз және толықтырыңыз. Өз жауабыңызды беруіңіз қажет. When you were little, your favorite food was porridge. Сенің кішкентай кезіңде сенің сүйікті тамағың ботқа болған каша. Немесе өзіңіздің сүйікті тамағыңызды жазсаңыз болады. Second, your favorite color was yellow, green, black, red, white. Қалаған түсті жазсаңыздар болады. Your favorite toys were cars or dolls. Балдардың сүйікті ойыншығы машина болса, қыздардікі қуыршақ болуы мүмкін. Four, your favorite hero was Spider-Man Venom. Өзіңіздің сүйікті геройыңыздың атын жазасыздар. When you were little, your favorite animal was dog, cat. Сен кішкентай кезіңде сенің сүйікті жануарың ит және мысық болған. Немесе өзіңіздің сүйікті жануарыңызды жазсаңыз болады. Seven, your favorite place was park, cinema. Сенің сүйікті қыдыратын жерің саябақ және кинотеатр болған. 8. Your favorite fairy tale was Алдар көсе, Little Red Riding Hood. Өзіңіздің сүйікті ертегіңізді айтасыз. Алдар көсе мен қызыл телпекше жаздым. Немесе сіздер қалаған ертегілеріңізді жазсаңыздар болады. Portfolio. Talk with your friend, then write about what you were like when you were little. Өзіңіздің досыңызбен сөйлесіп, және өзіңіз туралы кішкентай кезіңізде қандай болған соны жазасыз. Мысал ретінде, when I was little, I was kind. Мен кішкентай кезімде мен мейірімді болғанмын. My favorite place was museum. I went there with my family. Менің сүйікті жерім ол музей болған. Мен ол жерге отбасыммен бірге барғанмын. My favorite food was бешбармақ and my favorite toys were balls. My favorite animal was my pet dog, Bobby. By Әсем. Exercise 22. Let's sing. 22-ші жаттығуда кел ән айтайық. A long, long time ago, before you and before me, life was very different way back in history. They were people like the Vikings. Their house was one big room. They sailed the seas in long boats and made clothes on a wooden loom. The Romans and Egyptians, the Tudor kings and queens, and don't forget the Aztecs, they are all so interesting. 23-ші жаттығу Thinking Cap. What's the main idea of the song? Choose. Өлеңнің негізгі идеясы қандай таңдайсыздар? Дұрыс жауабы A. Life in the past was different, but very interesting. Бізден алдыңғы өткен өмір әртүрлі болған, бірақ өте қызықты болған. Exercise 24. Look, read and write yes or no. 24-ші жаттығуда суреттерге қарайсыздар, оқисыздар және я немесе жоқ деп жауап бересіздер. First, the Eiffel Tower is the oldest of all. Eiffel мұнарасы ең үлкені жас жағынан деп тұр. Бұл дұрыс жауап yes. Second,
Taipei 101 is taller than Burj Khalifa. It is false. Себебі Бурдж Халифаның ұзындығы 828 метрға жетеді. 3. Emerald Towers 1 is the newest of all. Изумруд мұнарасы ең жаңасы. Ол тұршау, ол 2012 жыл салынған. 4. The Eiffel Tower is shorter than Emerald Towers 1. It is no. Жоқ, олай емес. Себебі Eiffel мұнарасы 324 метр биіктікте, ол изумруд мұнарасынан үлкен. 5. Burj Khalifa is newer than Taipei 101. Yes. Бурдж Халифа Тайпей 101-ден жаңа, ол себебі 2010 жыл жасалған. Сабақ сіздерге пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кеттіңіздер. Назарларыңызға рахмет.